Бәріңе сәлем, hello, нихау. Бүгін менде влог. 2 күндік мен мына жерде асығып емтиханға кетіп бара жатырмын. Сіздерге экзаменге не алатынымды көрсетіп жатырмын. Бүгін менде осындай кілт, одан кейін өзімнің кішкене ақшаларым. Потом міндетті түрде зарядка, мен ешқашан зарядкамды ұмытпаймын. Одан кейін паспорт міндетті түрде керек болады. Паспорт немесе удостоверение керек болады, жеке куәлік. Бірақ мен екеуін де ала салдым. И бізге осындай 2B және HP дейтін қарындаштар керек. Негізі біреу жетеді, бірақ мен өзімнің тревожностьмен 1000 қарындаш алдым. И міндетті түрде ластик и ұштағыш. Экзаменге кіргізетін билет Қытай тілінен. Бүгін менде HSK емтиханы, қазір соған бара жатырмын. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Қазір 9-да басталады, бірақ біз 7. Негізінде мүлдем қобалжып тұрған жоқпын. Себебі, не знаю. Бүгін менде сондай настроение. Білмейтін жандар үшін HSK дегеніміз бізде Қытай тілінен IELTS секілді емтихан, енді IELTS болғанда жалпы деңгейіңді анықтайтын емтихан Қытай тілінен. Дала бізде салқын, бірақ маған осындай погода ұнайды. Бізде HSK экзамені тура 9-да басталады, ал мына жерде ерте келіп алған балалармен мен күтіп тұрмын. Достар, мен университетке келдім, HSK-мді аяқтап, емтиханды тапсырып шықтым. Жалпы емтиханның өзіне келетін болсақ, біраз қиын болды. Мен үшін шыны керек, себебі әсіресе тыңдалымда, listeningда бізде колонкамен болды. И колонка өте ескі колонка болғандықтан дауыс дұрыс естілмеді. Прям жж деп. И мысалы үшін нихау дейтін сөздің не дегені алынып қалады да, просто хау деп естіліп жатты да. Бастапқы сөздерді мүлдем дауыс шыққан жоқ бастапқы сөздерден. Сондықтан мен үшін тыңдалым қиынырақ болды. Жазылым орташам, жаман емес. Ал оқылым тоже кішкене қиын болды. Мен осы жолғы HSK-ге көп дайындала алмадым, уақытым көп болған жоқ. Визаға дайындалғандықтан ағылшынға дайындалдым. Но, думаю, все будет отлично. Әзірше универде ешкім жоқ, мен ертерек келіп алдым. Осы жерде прям қатты қарным ашып кетті, өйткені таңға ішпеген болатын бір алмадан басқа. Осы жерде дұрыстап тұрып, завтрак, даже обед ішуге келдім почти что. Осындай боул алған болатын, с жареным рисом. Прям өте дәмді болды. После универа суши жеуге келдім, это тоже было вкусно. Қазір мен дорама көрейін деп жатырмын. Жалпы емтиханға Қытай тіліне, Корей тіліне, ағылшын тіліне визаға дайындалам деп мен примерно жарты жыл болған шығар. Ешқандай сериал, ешқандай дорама мүлдем қарамаппын. Бүгін осылай демалып бір дорама бастайын деп жатырмын. 2025 жылы шыққан, хит болып жатқан дорама деп айтады. Сіздер көрдіңіздер ме? Когда жизнь преподносит мандарины дейтін дорама. Аю түскен менің сүйікті актрисам, поэтому мне кажется, маған ұнайтын секілді. Бүгін бір подругаларым кеңес берген болатын. Надеюсь, happy end болады. Ал жаныма осындай пицца алып алдым. Бүгін емтиханымды тапсырып шыққаным үшін барлығы жақсы болғандықтан бүгін мен осындай фастфуд дейін. Надеюсь, все будет классно. Маған осындай салқын пиццалар ұнайды. Сіздерге қалай ұнайды, ыстық или салқын? Комментарийға жазып кетіңіздер. Менің дорамам басталды. Летела, пока семью кормила.
Бүгін менде влогтың екінші күні. Бүгін тағы да универге келдім. Всем привет! Бүгін екінші күн. 바칼라우리 4년 맞아요? 4년 후에 4년 전에 할 수 있어요? (2023년) 8달 여름 가까이 입학 했다고 봤어. Да, мен үйге келдім универден және біраз демалып алдым. Енді қазір кітап оқығым келіп тұр. Жалпы Қытай тілінен HSK-ге және ағылшын тілінен барлығынан емтихандарға дайындаламын деп, тек қана осы тілдерге ғана фокус қойып, қалған заттарды істемеген болатынмын. Кітап оқып, немесе блокнотқа цельдарымды, мақсаттарымды жазу деген секілді күнделікті привычкам, күнделікті әдеттерімді жасамай кеткен болатынмын. Қазір вот тағы да енді кітап оқығым келіп тұр. Наконец-то уақытым бар. Қазір осы кітапты оқып жалғастыратын боламын. Жалпы примерно ортасына келіп қалдым. Жаман кітап емес. Время, деньги, автобиография. Сізге қызық болса, міндетті түрде сіздерде оқысаңыздар болады. Және жанында қазір бір сырок таңдағым келіп тұр. Вот, наверное, вот это вот. Тәтті бірдеңе жегім келіп тұр, бірақ қатты зиян зат емес. Сондықтан осыны таңдайтын шығармын. Кстати, мен қазір осы картаны да жаттап жүрмін. Осылай іліп қойған болатын. Толықтай жаттағым келіп тұр. Бір айдың ішінде, как думаете? И тулармен қосып. Ну, хотя бір ай болмаса да 3 айда маған толықтай жаттау керек. Вот. Содан соң кешке анамен бірге мейрамханаға келген болатынмын. Вот. Осындай өте әдемі жер. Мына жерде мен сіздерге өзімді түсіріп тұрмын. Достар, мен шықтым. Кеше және бүгін менде өте жақсы демалыс күн болдым. Прям от души демалдым. Енді менің продуктивті күндерім енді басталады. Мен жалпы Қытай емтихан тапсырғандықтан менде демалыс күні болған болатын. Енді егерде сіздер менің продуктивті дисциплинаға толы күндерімді көргілеріңіз келсе, арнаға тіркеліп кетіңіздер.